Математика тарихынан. Арифметикалық прогрессияның алғашқы мүшесінің қосындысының формуласы неміс математигі Карл Гаусстың 1777-1855 жылдардағы өмірінің бір мезетімен байланысты. Ол 9 жаста болғанда мұғалім сабақта мынадай есеп ұсынады: 1-ден 100-ге дейінгі натурал сандардың қосындысын тап. 1 минуттан кейін оқушылардың біреуі: бұл Гаусс болатын, мен шығардым дегенді естігенде мұғалім таң қалады. Гаусс қалай шығарды? 1, 2, 3, 4, 5, 98, 99, 100. Тізбектегі бірінші мен соңғы мүшелердің қосындысы 101 болатынын, яғни қосындының ұштарынан бірдей қашықтықта орналасқан қосылғыштарды қосқанда әр қосындының мәні 101-ге тең болатынын анықтаған. 1-ден 100-ге дейінгі сандарды қос-қостан топтаған кезде 50 жұп алынатындығын ескерген. Жұптар санын, яғни 50-ді 101-ге көбейтіп 5050 санын алады. Демек, 1-ден 100-ге дейінгі натурал сандардың қосындысы 5050-ге тең.